Сәлем достар, сәлем. Кезекті эфирімізді де соцай призмасындағы ақиқатты білімге арнағым келіп отыр. Бүгінгі тақырыбымызда ана, сана, дана, азат төңірегінде әңгіме қозғайық. Жанат Қожамжаров, соцай ғалымының іргетасын қалаушы, менің ұстазым айтады. Барлық жақсылықты анаңа жасаудан баста. Жүрегің үлкейе бастайды. Бұл бақыттың бастамасы анада жатыр дейді. Екінші, сана. Бұл матрицадағы бар саның жұмыс істей бастайды. Жоқ саның толтыра бастайсың дейді. Сана білім арқылы толады. Білім қараңғылықтың алдын алады. Даналық негізі дене тәртібін көтергенде даналық келеді. Азат, сананың азаты. Санадан еркін энергия аға бастайды. Еркін энергия деген ол прана деген ол ақша. Бұл қысқаша түсінік. Енді әрқайсына тереңнен тоқтап түсініп көрейік. Ана, халқымыз қара жерді жер ана деп құрметтеген. Жер ана. Туған тілін ана тілі деп атайды. Ана тілі. Ана тілі деп атайды. Хайва ана өмірдің басталуы. Негізі адамзат ананың құрсағынан шығады. Ана десек, ана. Ұрық түскеннен кейін жатырға мембрана арқылы ананың құрсағында не бітеді? Жан туады. Ана арқылы адамзатқа жан туады. Жаннан кейін сана туады. Санадан кейін жаңағы баланы өмірге әкелген күні, сол күні не туады? Сан туады. Сан туады. Сана. Нәресте 21-ші мысалы сентябрь күні 21-ші сентябрьге дүниеге келді дейді. Яғни туған күні сан келеді. Ана деген сөзді алсақ, ан деген сөз өмір дегенді білдіреді. Өмір. Ал а деген бірінші өмірді кім береді? Бірінші өмірді ана береді. Біздің, ана береді. Біздің ұстазымыз Жанат Қожамжаров ылғай айтады. Ілім, бұл жазбай қаптым. Білім, ғылым дейді. Ең бірінші ілім, құрсақтан іліп ал. Тіл деген, тіл Құдайдан береді. Құрсақтан береді. Тіліп ал, іліп ал, анадан келеді. Анадан келеді, ананың құдіретті күші. Аналар сауатты болу керек. Сауатты ұрпағымызды алып келу үшін. Бүгінгі күні біздің бәріміз бір-бірімізге доқ қылып жүрміз. Еркектер майдаланып кетті. Кешегі мықты еркектеріміз қайда кетті деген сұрақтарды қойып жатырмыз. Кешегі мықты еркектеріміз, бүгінгі ертеңгі болатын мықты еркектеріміз кім? Бүгінгі біздің балаларымыз. Аналар қандай ұрпақ өсіріп жатырмыз? Ер азамат өсіру үшін оларға қандай қасиетті құю керек? Ананың сөзі мен әкенің ісімен дейді. Ең бірінші жаңағы мықты тұлға өсіру үшін ананың құрсағынан басталына деген тәрбиенің бәрі. Саналы ана, саналы ұрпақ алып келеді. Ана деген әйел. Әйелге Алла тағала 40 жан берген. Еркекке 1 жан берген. 7 жасқа дейін бала ананың энергиясын биоөрісінде болады. 7 жастан 14 жасқа дейін анасы мен әкесінің биоөрісінде болады бала. 14 жастан өз ой қабілеті ашылады. Баяғыда бітетін 13 жас отау иесі дейтін.
Ал мына ұрпақ тәрбиесі, дәстүр жалғастыру деген заттар, дәстүрді жалғастыру, әдет-ғұрыпқа үйрету, әдет-ғұрып деп жазып қояйыншы, әдет-ғұрыпқа үйрету. Бұның барлығы ананың қызметі. Содан кейін тіл. Тіл негізі Құдайдан келеді. Тіл, адам баласы өз тілінде сөйлеген кезде ғана ақасы түсініп келеді. Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді қадірле. Өз тіліңді сөйлеген кезде қазақтың сөзі сүйектен өтіп түсініп келеді. Бұл тілді құрметтеу, өз тілінде сөйлеу кімнен келеді? Анадан келеді. Анадан. Тілге үйрететін кім? Ана. Міне қаншама біздің болашағымызға жауапкершілік алатын ана қауымы. Міне енді ана туралы айттық. Енді санаға тоқталсақ. Сана. Сананың ішінде де ана деген сөз тұр міне. Ана. Сана беретін ана. Ана арқылы сан. Туған күні сан келеді. Даналыққа қарасақ та. Даналық дене тәртібі арқылы даналық келеді. Дана сөзінде де дене тәртібін, әдет-ғұрпын қалыптастыратын ана. Сол кезде даналық келеді. Міне, даналық тектен келеді. Тектің ішіндегі салт дәстүр әдет-ғұрыптан келеді. Мына даналық деген. Азат. Азат деген адам, зат деп тұр. Адам баласы заттан бос болған кезде азаттық келеді. Барлық нәрседен азат адам тәннің иесі болады. Тәннің иесі болады. Тәннің иесі болады. Одан кейін менің ұстазым Жанат Қожамжаровтың көп айтатыны ана. Бұл ана қайдан келеді? Қыздан келеді. Басы қыздан келеді ғой. Қыз бала. Қыз бала, оны біз қазақ халқы қыз баласын қонақ деп қарағанбыз. Қыз баласын жат елге тәрбиелеп, төрден орын берген қыз балаға. Ал ер балаға, қыз балаға комфорт керек. Барлық адамзат анадан басталғаннан кейін аналары білу керек. Қыз бала, ол бала өсіріп отырмыз, ол бала. Екеуіне екі түрлі өсіру керек. Қыз бала жат елге дедік, ол үйдің қонағы дедік, комфортты өсіру керек. Қыз балаға комфорт керек. Ал ол балаға дискомфорт керек. Дискомфорт. Баяғыдағы рухты жігіттер қайдан шыққан? Атқа мінген, далада мал суғарған, таңертеңнен тұрып малдың астындағы жаңа көңілмен тазалаған болды. Бүгінгі күні ондай бізде қиыншылық жоқ қой. Сол себептен қыз бала мен ұл баланың жаңағы жататын жатар орындары екі бөлек болу керек. Біз жаңағы мамық көрпеге жастығы бірдей, көрпесі бірдей қылып жауып жатамыз. Олай болуға болмайды. Қыз балаға мамық жастыққа, мамық көрпеге орандырып жатқызсаңдар, ол балаларыңды дискомфортта жаңағы тақыр жерге жатқызып, хотя бы үстіне простыня жауып, дискомфортта өсіріңіздер. Бүгінгі заманда енді көзіміз ашық, ақпарат заманы келгеннен кейін біліп жатырмыз ғой. Мына эко арқылы приборға салып жатқан кезде жаңағы сперманы холодильникте сақтағанына. Сол себептен еркектің рухты болып өсуіне дискомфорт керек екен. Соны естеріңізден шығармаңыздар. Сол себептен оның барлық бұл ақпараттың бәрін кім болу керек? Ана білу керек. Анадан президент туып жатқан, анадан рухты еркектер, анадан әлсіз еркектерінде шығып жатқаны, анадан қатын сияқты еркектерінде шығып жатқаны осыдан. Негізі Жанат Қожамжаров аналықтар екіліктер дейді. Олар өміршең келеді. Ал еркектер бестіктер дейді. Не үшін біз күйеуге шығамыз? Қыз бала не үшін күйеуге шығады? Олар ұрпағын көбейту үшін. Міне, ер адамның ең бірінші жұмысы ұрпағыңды көбейту. Ұрпақты көбейткеннен кейін ұрпаққа жаңағы саналы ұрпақ тәрбиесін беру, дәстүрді жалғастыру, әдет ғұрып, береке бірлік, ынтымақты беретін барлығы ол ананың міндеті.
тағы бір айтатын зат, мына азаттық даналықтың алдында келсе, ол қиратушы күш. Негізі демократия деген ол әркімнің өз қалауында, өзінің субъективті көзқарасында. Азаттық даналықтың алдында болған кезде қалған адамдардың ой пікірімен санаспаймыз. Ол кезде даналықтың алдынан азаттық келсе, ол қиратушы күш болады. Негізі осы қатармен келетін зат. Дұрыс даму жолы болып табылады. Ана, сана, дана, азат. Жаңбырменен жер көгерер, батанменен ел көгерер. Ең бірінші бүгінгі сабақты немен бастадық? Жақсылықты анаңа жасаудан баста. Анаңнан бата ал. Ал аналарға айтатын білімді болыңыздар. Ұрпақтарыңыз үшін оқыңыздар. Ұрпақтарыңызды саналы ұрпақ жасау үшін, саналарын көтеру үшін, дана жаңа салт дәстүрді, әдет ғұрпын беру арқылы азат қылыңдар, азат рухты жігіттер қылыңдар деп айтқым келіп отыр. Ұстазымыз Жанат Қожамжаров қалжыңға сүйеп, шындықты айтатын кісі ғой. Әйелдерде эмоция көп дейді, еркектерде эмоция аз болады дейді. Әр әйел өз эмоциясымен еркекті бұл дүниеде қиратуға келген дейді. Бүйтіп қарап тұрсақ, енді әрбір қалжыңның түбінде бір шындық бар ғой. Негізі еркек түзге жаратылған, әйел үйге жаратылған. Еріңді хан деп, ханшайым болыңдар деп жатады. Сол себептен еркекті түзге жіберейік. Еркекті үйде отырып, сен қайдасың деп, еркек үйде отыратын болса, ол түзге жаратылған адам. Үйде отыра беретін болса, қатын болады. Сол себептен түздің адамын түзге жіберейік. 9 сөздің тобықтай түйінін түсініп, ұрпаққа жауапкершілікті біз аналар алайық. Көбіне аналар жақсы қылығы маған тартқан, жаман қылығы болса, баласының әкесіне тартқан деп сөзді айтпай, жауапкершілікті өзімізге алып, осы ана, сана, дана, азат, азат тәннің иесі, рухты ұрпақты өсіруге біздің жаңағы осы ақиқатты білім, Жанат Қожамжаровтың алып жатқан сусай ғылымы призмасы арқылы ақиқатты білім, біздің ғана отбасымызды емес, қазақ халқын, ұрпағымызды өзгертуге өз септігін тигізеді деген сенімдемін. Бүгінгі эфирімізді аяқтадық. Сонымен ана, сана, дана, азат барлығы анадан басталынатынын білдік. Келесі эфирде көріскенше сау саламатта болайық.